Kızım çay dayın, akengni çayga chaqira qo'y. Жарайды. Anashim sizni shayga chaqirib жатыр. Jur qo'lni. Çay içip geleyik. Kızım, balabaqshadagi kuning qalay o'tdi? Жақсы өтті. Апай бізге наурыз тойын болады деді. Наурыз мерекесіне қандай киім киюге болады? Kızım, Navruz мерекесінде барлығы ұлттық киімдер киеді. Қыздар да, әжелер де барлығы ұлттық киімдер киеді. Ұлттық киімдеріміз осы көктем мезгілі сияқты түрлі түсті, әсем, жарқын. Сондықтан ұлттық киім киген жарасымды болады. Ya kızım, sonымен қатар Наурыз мерекесінде ұлттық бұйымдарды да тағуға болады. Келінжан, мен бүгін немереме сандығына жинап жүрген бұйымдарды шығарайын. Әже, бұл не? Бұл шашбау. Шашбау қыз келіншектердің басына тағатын сәндік бұйым. Шашбау таққан қыздар бойын тік ұстайды және әдептілікке үйретеді, жүріс-тұрысын жөндейді. Саған ұнады ма қызым? Иә. Ендеше анаң қазір саған осы шашбауды әдемілеп тағып берсін. Неге қызым, Наурыз мерекесіне енді дайын болдым. Тұрғандай өзі қимылсыз билеп, иықтан шашың төгіліп жерге.